Зекет кімдерге парыз? Зекеттің белгілі бір адамға парыз болуы үшін төмендегі шарттардың орындалуы тиіс. Мұсылман болуы. Басқа ғибадаттар сияқты зекет ғибадатында да беруші адамның ақылы, есі дұрыс, балиғат жасына жеткен азат мұсылман болуы шарт. Мұсылман мемлекетінде өмір сүретін басқа дінді ұстанушыларға және балиғат жасына жетпеген балалар мен ақыл-есі дұрыс еместерге зекет беру парыз емес. Ханафи мазхабы балиғат жасына жетпеген балалар мен ақыл-есі дұрыс еместерге зекет беру парыз. Олардың малдарын зекетін уәлилері береді. Нисап көлеміне жететін немесе одан да көп байлыққа ие болу. Зекеттің парыз болуы үшін күнделікті тіршілікте қолданылған негізгі қажеттер мен қарыздардан тыс нисап көлеміне жететін байлыққа ие болу керек. Нисап дегеніміз зекетті парыз ететін белгілі байлық мөлшері.